достар, бүгін біз мынаны ішіне айтамыз. Бұл аса қатты шешіліп қалған сияқты. Потом мынандай Айко, сенің нен түгіліп қалған ба, біреудікі түгілген ғой. Менікі түгіліп қалған ғой. Мына бәріне түгілген ғой. Айко, сенікі де тоже түгіліп қалған жартысы. Міне керек емес, керек. Сенікі де бітіп қалған, сенікі де аздап түгіліп қалған. Екеуміздікі мынаны қара түгіліп жатыр. Екеуміздікі түгіліп қалған. Мен мыналарды жуып жатырмын, өйткені мына көпірек түгіліп қалған. Ойлайтын мырдарыңызды болсаңыздар, кейде болып тұрады. Бүкіл жеріне түгілген ба, немене? Осы сияға дейін ақ кетті. Не қарамай жүріпті Айкон? Жартысын жуамыз, жартысын кептіреміз. Жартысын жуамыз, лақтырмаймыз. Өйткені ол біздің Қазақстан туымыз. Оны жұтуға да болмайды, лақтыруға да болмайды. Суға да салуға болмайды. Маш, енді лас болғаннан кейін жуамыз ғой. Өйткені бұл Қазақстан туды лас қылуға болмайды ғой. Екінші сайтын күтетін болсаңдар, комментарияға жазыңыздар. Екінші сайтын шығаратын боламын. Бірақ менде уақыт аз болған үшін аз уақыттан түсіріп отырмын. Екінші сайтта мен әлі жуып болғам. Жуғанымды түсірем. Мен бәріне төгілгеннен кейін екінші сайтын тоже бірден түсіріп та отырмын. Менің пыстықтарым кетсе, мен бәрін жуам. Бәрін кеп тұру керек бір. Айко, анандай не атпаш.